Маңғыстау облысындағы Құрық ауылының қыз-келіншектері мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында өз армандарына қол жеткізді. Ауылдағы кәсіпкерлікті дамыту жобасы бойынша жұмысы жүрген 20 ел жүннен бұйым жасауды меңгеріп, бірі тұрақты жұмысқа орналасса, енді бірі жеке кәсібін ашты. Шеберлер алғашқы өнімдерін сату үшін ауылдағы 1000 жұмысшысы бар ірі кәсіпорынға келіп, қолөнер бұйымдарының жәрмеңкесін өткізді. Қолөнер шеберлердің алғашқы жәрмеңкесі жаңа жыл тақырыбына арналды. Шәркейлер, бас киімдер мен қол сөмкелері, жасыл шырша және аяз ата мен ақшақар бейнеленген кәдесыйлардың барлығы да жүннен жасалған. Жылы әрі сапалы бұйымдар бірер сағаттың ішінде сатылып кетті. Көрмеге келген қонақтар заттардың сапалы екенін айтады. Киізден басылған заттар жақсы. Көзіме ұнап тұр. Әдемі екен. Қазақтың ұлттық бұйымдары керемет екен. Маған мына тақия қатты ұнап сатып алдым. Жүннен жасалған екен. Қыста жылы болатын шығар. Жәрмеңкеге өз өнімін алып келгендердің бірі туылғаннан есту және сөйлеу қабілетінен айырылған Қамажай Бекқұлова. Өзбекстаннан атажұртқа оралған 27 жастағы бойжеткен осы уақытқа дейін еш жерде білім алмаған. Орталық Азияның Еуразия қоры мен жергілікті компания бірлесіп ұйымдастырған арнайы жоба Қамажайдың еңбекке араласып, жаңа өмір бастауына жол ашты. Аз уақыттың ішінде жүннен түрлі бұйым жасауды меңгерген шебер жуырда тігін шеберханасына жұмысқа орналасты. У человека было желание, и вдруг она поняла, Ол ауыл әйелдеріне арналған тренингтерге қатысу арқылы қайта өмір бастағандай. Не сөйлей, не ести алмайтын бойжеткеннің бүгінде қолынан келмейтіні жоқ. Қамажай өте еңбекқор. Берілген тапсырманы артығымен орындап келеді. Біз үйретпеген заттарды жасап шығарғанда еріксіз таңданасың. Ауылда бастау алған жобаның мақсаты әйелдерді қолөнерге баулып қана қоймай, өздері жасап шығарған бұйымдарды сатып, жаңа кәсіп бастауына қолдау көрсету. Алтай арнайы мамандардан білім алған 20 елдің біразы тұрақты жұмысқа орналасса, басым бөлігі өз өнімін үйден сатып табыс тауып отыр. Келесі жылы мен бұйырса тігін шеберханасын ашайын деп отырмын, оның құрылысы салынып тұр. Осы тренингтерден кейін маған тағы да бір ой келді. Осы шеберхананың жанынан жүннен бұйымдар жасайтын цех ашқым келеді. Менің қасымда жұмыс жасап жатқан қыз-келіншектер бар. Солардың бәрін басын қосып, осындай цех ашқым келеді. Жобаны ұйымдастырушылар ең үздік нәтиже көрсеткен шеберге қомақты қаржы бөліп, жаңа кәсіп ашуына жәрдемдеспек. Ауылдағы кәсіпкерлікті дамыту жобасы келер жылда жалғасатын болды. Ендігі жолы жұмыссыз жастардың жекесін ашуына қолдау көрсетіледі. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Маңғыстау облысынан.